Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай баклава деп аталатын тәттінің жасалу жолын көрсететін боламын. Алдымен бір ыдысымызға 200 мл жылы сүт құямыз, 120 мл сұйық май құямыз, бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның сарыуызын қосамыз. Ақуызы бізге қажет болады және тұз, бір ас қасық алма сірке суын қосатын боламыз 6%-дық және 450-500 грамм мөлшеріндегі ұнымызды қосып, жақсылап жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыз тыңғанша 10-15 минутқа бір шетке қоятын боламыз. Оған дейін сироп дайындаймыз. 500 мл суға 350-400 грамм қантымызды салып, және де лимонның осындай бір бөлігін салып, жақсылап араластырып отқа қоямыз. Енді қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. 6 бөлікке бөлеміз қамырымызды, және де әр бөлігін кішірек етіп жаятын боламыз. Салмасы үшін 300 грамм грек жаңғағы және де жаңағы алып қалған бір жұмыртқаның ақуызын пайдаланамыз. Жаңғағымызды блендермен үгітіп аламыз, және де бір жұмыртқаның ақуызын қосамыз да жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде әзірше ешқандай қант қосылмайды, тек сиропта қант қосатын боламыз. Қамырымызды жақсылап жүгері крахмалмен жаятын болсаңыздар өте жақсы жайылады. Жұп-жұқа етіп, жаңағы астынан зат көрініп тұратындай етіп, өте жұқа етіп жаятын боламыз. Осындай етіп жайып аламыз. Енді кезекте баклавамызды жасайтын боламыз. Баклаваны жасаудың әртүрлі әдістері бар. Мен осы әдісті қолдандым, яғни гармошка етіп, қамырды осылай бөлектеп аламыз бірнеше бөліктерге. Одан кейін ортасына осылай салманы әр жеріне салып шығатын боламыз. Видеодағыдай салып шығамыз. Салмамыз бір ас қасық көлемінде, және де бетін жауып, осылай арасын кесіп, баклавамыздың формасын жасайтын боламыз. Міне осындай әдемі форма шығады. Енді кезекте баклавамызды 30 минуттай қызартып пісіріп аламыз. Одан кейін 200 грамм сары майды ертіп бетіне құятын боламыз. Және де жаңағы дайындап алған сироптан құямыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.